Мен Оралбекова Рузана, Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Тұғыл ауылы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің 5-ші сынып оқушысымын. Абай Құнанбайұлы қыз, ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік, аяз бен қар, кәрі құдан қыс келіп әлік салды. Ұшпадай бөркін киген ұшар айтып, аяз беннен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сілкесе қар жауып мазанды алды. Бурандай бұрсақ етіп долданғанда, алты қанат ақ орда үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Шидемен тоң қабаттап киген малшы бет қарауға шыдай алмай теріс айналды. Қар тепкенге қажымас қайран жылқы, титығын құруына азақ қалды. Қыспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларым қорқылмай итке малды. Соңғы малды жайып көзетіндер, ұйқы өлтірмес қайран қылбұз қамалды. Ит жегенше Қондыбай қанай жесін, құр жібер мұны ант тұрған кәрі шалды.